Барлығына сәлем. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз асқазанның және 12 елі ішектің ойық жара ауруы. Негізінен ойық жара ауруы бұл асқынуы кезінде асқазан мен отабардың сілемейлі, яғни шышты қабығында ақаулар, ойық жаралар жетекші сипатта белгісі болып табылатын қайталанатын созылмалы ауру. Нотабоне, яғни маңызды қарайтын жеріміз бұл жерде хеликобактер пилори инфекциясы асқазанның шышты қабығының зақымдалуына алып келеді және асқазан ойық жара ауруы мен отапардың ойық жарасы ауруында асқазанның аденокарциномасы мен MLAT лимфомасында маңызды рөл атқарады. Яғни біз білеміз, бірінші асқазанның анатомиясына бастайық. Ас қорыту жүйесі ауыз қуысынан басталады, кейін ол өңешке барады, өңештен кейін асқазанға келеді. Асқазанның қабаты ішкі қабатында шышты қабатынан тұрады, бұлшықетті қабатынан тұрады. Екі иіні бар, үлкен иіні және кіші иінді. Енді сол асқазанның шышты, яғни ішкі қабатының зақымдалуы болатын болса, оны біз гастрит деп айтамыз. Ал егер сол шышты қабатында жара пайда болатын болса, ол зақымданып уже бұлшықетті қабатына қарай өтетін болса, мұндағы екінші қабаттарына қарай өтетін болса, онда оны жара дейміз, асқазанның ойық жарасы. Және 12 елі ішектің де ойық жарасы. Ойық жара ауруы қай жерде кездеседі? Асқазанда мына жерде асқазанның түбірі, кардиалды бөлімі және де кіші иіні, үлкен иіні, яғни 12 елі ішекпен өтетін бөлігі, яғни проксималды бөлігі пилорикалық бөлімдеріне бөлінеді. Сол жерлердің бұл шышты қабатының зақымдан тереңден зақымдануын ойық жара ауруы деп атаймыз. Негізінен ойық жара ауруының этиологиясының негізгі қоздырғышы хеликобактер пилори деп жоғарыда айтып өттік. Бірақтан оның зерттеу тарихы өте ұзақ, оны ең алғашқы 19 ғасырдан бастап зерттелетін болған. Бірақ Нобель сыйлығын ашқандығы, хеликобактер пилориді ашқандығы жайлы Джон Робин Уоррен және Барри Джеймс Маршалл алған болатын. Ол екеуі өсіндісін, яғни культурологиясын алып, хеликобактердің оларны шынымен тәжірибе жасаған. Мұндағы Джеймс Маршалл өзі хеликобактердің культуралық өсіндісін өзі ішіне қабылдаған. Соны қабылдағаннан кейін 2 аптадан кейін эндоскопия жасаған кезде шынымен де оның асқазанында жара пайда болғандығына көз жеткізілген. Соның нәтижесінде қазіргі таңда хеликобактер пилори асқазанның ойық жарасының негізгі қоздырғышы екендігі дәлелденіп отыр. Осы 2 адамның арқасында қазіргі таңда асқазанның ойық жарасын емдеу бойынша және оны анықтау бойынша біршама жеңіл болды жатыр. Бірақтан асқазанның ойық жарасының, яғни қоздырғышы табылса да және оның емі табылса да, қазіргі таңда өте жиі кездеседі. Оның асқынуының арқасында жоғарғы айтып өткен лимфома дегенде, яғни асқазанның қатерлі ісігіне дейін асқынып кетіп жататын жағдайларда кездеседі. Қазақстанда да асқазанның ойық жарасы өте жоғары кездеседі. Бір соңғы зерттеу нәтижелері бойынша жүргізілген, қазір астына ссылкасын қалдырып кетемін, ол жерде 20 жылдан астам зерттеу жүргізілген. Сол кезде бүкіл әлем бойынша Қазақстан, яғни асқазанның ойық жарасы бойынша 70%-дан жоғарғы нәтижені көрсетіп тұр. Оның негізінен асқазанның ойық жарасына алып келетін қауіп факторлары тоқталып өтетін болсақ, яғни қауіп факторлары дегеніміз, мысалыға тұқымқуалаушылық бейімділігі бар адамдар, мысалы ата-анасында, жақындарында тұқымқуалаушылық бейімділігі болатын болса, адам өмір салтын дұрыс сақтамайтын болса, дұрыс тамақтанбайтын, жиі ащы тағамдарды, тұзды тағамдарды, транс майларды көп тұтынатын болса және қосымша қауіп факторының екеуінің қосылуының арқасында ойық жара ауруының пайда болуы жылдамдайды. Қауіп факторлары тұқымқуалаушылық, хеликобактер пилори, темекі шегу,
бірінші қан тобындағы адамдарда да жиі кездеседі. Дәрілік препараттарды, соның ішінде дәрілік препараттардың ішінде соңғы зерттеу нәтижелері бойынша стероидты емес қабынуға қарсы препараттар, оның ішінде аспиринді жиі тұтыну. Бізде қазақтарда өзіміз білетіндей бас ауырса болды, немесе кейбір жағдайларда адамдар ішімдікпен бірге аспиринді, парацетамолды тұтынатын жағдайлары өте жиі кездеседі. 36 градус температурада басым ауырып жатыр деп аспирин, парацетамол, цитрамон сияқты дәрілерді өте жиі тұтынады. Бұның барлығы асқазанның шырышты қабатын зақымдалуына ондан кейін ойық жараға алып келеді. Алкогольді өнімдерді жиі тұтыну бұл да асқазанның ойық жарасына алып келеді. Дұрыс тамақтанбау, ащы тағамдарды, тұзды тағамдарды, асқазанға ауыр тағамдарды тұтыну және де асқазаннан тамақтың шығуының қиындауы, басқа да қосымша созылмалы ауруларының болуының әсерінен иммунитеттің төмендеуі, және де стресс, жиі болатын стресстер, яғни стресстің әсерінен қан тамырларының қысылып қалуы болады. Және де стресс кезінде кейбір адамдар өте көп темекіні тұтынады, немесе тәтті тағамдарды, майлы тағамдарды шамадан көп тұтынып жүреді. Және де бұл жерде ойық жарады тағы бір айтып өтетін жағдай, яғни метеорологиялық жағдайларда, яғни ауа райының өзгеруі де әсер етеді. Ағзада витаминдердің жетіспеуі де асқазанның ойық жарасына алып келеді. Сонымен қатар ойық жарасы бар адамдарда темір жетіспеушілігі және B12 витаминінің жетіспеушілігі де байқалады. Енді қандай шағымдары болады? Негізінен асқазанның ойық жарасымен және гастритті бірден ажыратып алу керек, бірақ оны ажырату негізгі маңызды әдісі ол эндоскопиялық әдіс болып табылады. Ал шағымдары бойынша сұрауымыз керек, толық сұрауды сұрастыру арқылы аурудан біршама екеуін ажыратып алуға болады. Яғни асқазанның қай жерінде басталды, кардиалды және субкардиалды бөлігінде жара бар ма, ондай болатын болса тамақтанғаннан кейін пайда болады. Тамақ ішеді адам и сразу уже сол жағындағы бүйіріндегі ауырсынуға шағымдана бастайды. Егер де тамақ асқазанның өзінің денесінде болатын болса, тамақтанғаннан кейін 1-1,5 сағаттан кейін пайда болады. Пилорикалық бөлімде және 12 елі ішектегі болатын болса, онда кеш ауырсынулар, тамақтан кейінгі 2-3 сағаттан кейінгі ауырсынулар, оларды кейде аштық ауырсынулар деп атайды. Аш қарынға және тамақты қабылдағаннан кейінгі түнде көбінесе ауырсынулар пайда болады, егерде пилорикалық қосын бөлімде болатын болса. Бұдан бөлек іштегі асқазандағы бөлімдегі ауырсынудан бөлек қосымша симптомдары болады, яғни жүректің айнуы, метеоризм, диспепсиялық синдромдар, яғни кекіру, құсу деген сияқты, жайсыздық, тәбетінің болмауы деген сияқты қосымша симптомдары болады. Егер де асқазанның ойық жарасы асқынып кетіп қанайтын болса, онда тамақпен аралас құсқан кезде тамақпен аралас құссық пайда болады. Оның түсі андай кофе үйіндісі сияқты, яғни қоңырқай түсті болып келеді. Ал зәрі үлкен дәретіне шығатын болса, ол кезде үлкен дәретінің түсі қарайып кетеді. Өйткені ол оттегімен байланысқан кезде, яғни асқазан жоғарғы бөлігінен қан кеткен кезде үлкен дәресі қарайып, мелена деп аталады. Сонымен қатар бұл белгілердің барлығы болатын болса, гастроэнтеролог маманына жүгіну керек, немесе жедел жәрдем шақыру керек болады. Қан кетіп жатқан жағдайлар болса, немесе учаскелік дәрігерге жүгіну керек. Содан кейін дәрігерлер қарап болғаннан кейін, қабылдауында болған кезде олар ең бірінші анамнез жинайды. Анамнезінде біз сол ауырсынудың сипаты, қашан басталды, қалай басталды, қайда беріледі, неден кейін беріледі, соның барлығын сұрап аламыз. Кейін қосымша қандай симптомдармен беріледі, тамақтану тәртібі қандай, өмір сүру салты қандай жұмыс жасайды,
және де зиянды әдеттерім бар ма жоқ па, дәрілік препараттарды қанша жиі тұтынады, соның барлығын сұрап алуымыз керек. Негізінен ойық жара ауруының негізгі зерттеу диагностикалық әдісінде эндоскопиялық әдісі болып табылады. ФГДС, яғни аш қарынға ФГДС-ті басындағы камерасымен қарау арқылы шырышты қабатын асқазанның біз көре аламыз. Мына жерде локализация с пищевод желудки 12 кешке жаралар осылай асқазанда орналасады. Бұны эндоскопиялық әдіспен қараған кезде олар осылай көрінеді. Жараны анықта асқазанның ойық жарасы диагнозы қойылғаннан кейін эрадикациялық терапиялар, яғни хеликобактер пилориға қарсы терапиялар, висмутпен қосылған терапия, антибактериальный және висмут терапиясы және қосымша ингибитор протонды помпа қолданылады. Және ең маңыздысы, дәрі-дәрмектермен қоса стрессті жағдайды азайту керек ойық жара ауруының емдеу барысында, және де дұрыс тамақтану. Алғашқы аурудың өршіп тұрған сатысында тамақтануды тоқтату керек болады. Ауырсыну басылғаннан кейін бірнеше уақыт бойы диета сақтау керек. Бірінші күндері номер бірінші стол, кейіннен номер 5 столды ұстану керек болады. Яғни майлы тағамдарды азайту, қуырылған тағамдарды азайту, ащы тағамдарды азайту, консерванттарды азайту керек болып табылады. Және газдалған тәтті сусындарды, тәтті торттарды да азайту керек болады. Сонымен қорытындылайтын болсақ, асқазанның ойық жарасы асқазанның шырышты қабатының және 12 елі ішектің тереңінен жаралануы, қабынуы, жараға айналуы. Оның негізгі белгісі асқазандағы ауырсыну. Тамақтан кейін, тамақтан алдын аш қарынға бойда болады. Негізгі қоздырғышы хеликобактер пилори зерттеу әдісі эндоскопиялық әдіс және қан анализін тапсыру. Ол жалпы қан анализі, онда біз қабыну процесін көреміз, және де қанның егер біраз уақыт бойы қан кететін болса, байқалмай жасырын қан кететін болса, онда гемоглобиннің төмендеген байқаймыз. Және биохимиялық қан анализі, жалпы зәр анализімен қараймыз. Эндоскопия кезінде биопсия алады, хеликобактерді бар жоқтығын анықтау мақсатында. Негізінен асқазанның ойық жара ауруы қазіргі таңда емделеді, тек қана дұрыс дәрігердің айтқанын орындау керек болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Аружан Балтабайқызы.